Бүгінгі білімім отаныма атты әскери сыныптарымыздың жылдық қорытынды кешіне қош келдіңіздер. Қандай да бір халықтың болмасын, отанын, елін, жерін сүймейтіні жоқ. Соның ішінде қазақ халқы да жалпы түркі халықтарындай отанын, жерін, табиғатын сүюге жастарды тәрбиелеуі көне заманнан өзімен бірге дамып келеді. Бүгінгі іс-шарамызда батылдық пен ерліктің, қаһармандық пен елдіктің нышаны, отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемін бойына сіңіріп, тәуелсіз еліміздің тыныштығына үлес қосамын деген жас сарбаздарымыздың өнерін тамашалаймыз. Олай болса, ортада жас сарбаздар. 5-ші Г жас сарбаз сыныбы жетекшісі Дәулетова Жанар мұғалім. Жетінші А смарт сарбаз сыныбы жетекшісі Мырзатаев Нұркен мұғалім. 8-ші Г жас құтқарушылар жетекшісі Есіркепов Айдар мұғалім. 8
Өнер білім тек қатерлі күнде емес, бейбіт күнде де көңілді сергітіп, жүректі елжіретері анық. Олай болса, жас сарбаз Дәулетжан Жандостың орындауында аккордеон өнерін қабыл алыңыздар. Бұл роботты Лего Успен конструкторымен құрастырды. Бұл роботқа қажет 2 дөңгелек, 2 мотор, 2 тұстақ жүйе. Бұл роботтағы тұстақ жүйе түсті анықтау үшін қажет. Бұл роботқа арнайы программа құрастырамыз. Бұл роботтың мақсаты автобусында қарасыз оймен жүру. Ол роботтың аты кегелерін, ол роботтың мақсаты шеңбердің ішіндегі кедергілерді шеңбердің сыртына шығару. Ол роботты құрау үшін 2 дөңгелек, 2 мотор, 1 тұстатик, 1 ультрадыбыс датчигі қажет. Ультрадыбыс датчигі кедергіні көру үшін қажет. Тұс датчигі тұсты анықтау үшін қажет. Біздің таныстыратын роботымыз Lego E-Battery роботы және биатлон жарысы. Биатлон жарысында қара сызық арқылы жүру қажет болады. Жарыстың ережесі
Қырсыз қазағымның жері бар, ну орман, тауы өзені көлі бар. Қазағымның жерін елін қорғайтын, жас сарбаздай ұланы бар, ері бар. Ортада жас сарбаздарымыз автомат жинап шашу және оққағарды жинап шашу өнерін тамашалаңыздар. Шалқыса қуанышпен от жүрегім,
мен сонда ақтарыла көп күлемін. Тек қана гүл көңілдің айғағысың, бей шаттық, бей мереке деп білемін. 5-ші Г сыныбының мың бұралған бейші қыздары.